Иба. Трофей! 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 Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар. Мына көп адамдар сұрап жатады, жайын балығын қалай кесесіз балықты ұстағанда дейді. Енді көпшіліктің сұранысы бойынша қазір осы жайын балығын, мынау алдарыңызда жатқан ішін алып тастағанда 35 килолық жайын. Бұйыртса осыны қазір қай жерден жаңағы балыкты шығару керек, қай жерден стейк шығару керек, соның бәрін қазір жілік қылып көрсететін боламын. Бұл видео сіздер үшін тез болуы мүмкін, маған бірақ ұзақ. Кеттік, бастаймыз. Ең бірінші жайын балығын жаңағы кескен кезде қай жерден бөлеміз? Ең бірінші мына жерде жаңағы өздеріңіз білесіздер, тесік бар. Сол тесіктен бастап былай қарай стейк кетеді уже. Балықтар мына жерінен шығады. Мына жерінен. Бисмилля, бастаймыз. Біздің Атыраудың Ақжайықтың жайыны ғой. Кеше ауланған. Бұл балықтың айтпақшы мен ішін алып тастағам, өйткені ішін затқа пайдасы. Так. Әдем болып шығады ғой. Міне. Так. Мына жақтан бастап былай қарай стейк кетеді. Жайын балығы неғұрлым үлкен болса, мәселен мысалы 15 килодан 20 килодан жоғары болатын болса, соғұрлым жақсы май болады. Мына жерлерінде басқан кезде іркілдеп тұрады. Енді жалпы біздер мұндай балықты көп аулап жүрік. Бұл маған таңсық емес, өйткені бұл мен үшін средний балық. Бұдан да зор үлкендерін аулағанбыз. Так, бұл осы жерде жатады. Бұл мен артынан. Қазір мәселе мына жағында. Мәселе осы жағында болады. Басын кесіп аламыз. Басын енді басқа жақта мен ішін алып тастағам, бұны айттым уже. Басқа жақта жалпы бұның басын холодец қылып атады. Енді білмеймін, оны жеп көрген жоқпын. Сіздер көрдіңіздер ме жеп? Комментарийға айта кетіңіздер, өтініш. Міне. Енді мына жерден балық шығарамыз, балық. Міне. Мына жерден кусок балық шығу керек. Балық дейді ғой, жаңа столға қойған кезде балық бұл копченый балық. Балық деп те айтады. Атауының түрі бар жалпы. Так. Енді мына жерін былайынан кесіп аламыз. Міне. Кусок мяса. Оны да коптить етеміз. Бұл да балық болып шығады. Так, міне. Бұл қазір балықтың арқасы, яғни балық дейді ғой, коптить еткенде. Міне, осыны әдемі кусок қылып сізбен бірге кесіп шығардық. Бұны жаңағы коптить етіп столға қоясыздар, керемет қылып. Турап. Жалпы осындай бақытта мына арқасы кесіледі. Қазір екіншісін шығарамыз тағы да. Екінші жағынан да қазір мына балықты шығарып алдым. Осылай коптить ете бересіздер. Ұстап, әбден тұзға сіңіріп, дұрыстап.
міне омыртқасы қалай шықты. Ешқандай бір қиындықсыз, ешқандай. Енді кішкене күш керек енді бұғанда да әрине. Бірақ дегенмен де әйтеуір шықты. Так, бұл біткен іс болды. Енді балықтың мына жеріндегі етін, қанатында көп ет болады. Осының қанатында. Соның бәрін сылып жаңағы қанатын шығарып аламыз қазір бөлшектеп. Білген адамға жалпы оңай ғой. Оп-оңай шығады. Так. Бұл жерін енді қойдың басынан да үлкен ғой. Міне. Бұны да коптить етеміз. Ал енді мынау стейк болып пісіледі. Стейк болып пісіледі де, мына жерден мен қалдырамда қалған былай целиком кетіп қалады. Яғни целый мен ұздайын тұрмын да, коптить етейін тұрмын. Мына жерде кішкене стейк қылам, былай сіздерге көрсету үшін осы видеоға. Ал кеттік, бастаймыз. Так, кеттік, стейк. Мынау ішін алып тастағанда 35 килолық жайын. Жалпы трофей ғой. Біздің атырауский нағыз кәдімгі сиіміз. Hoppa. Міне, жігіттер, стейк, міне, керемет кәдімгі. Осылай алып, тұздап, ары қарай коптилкеге лақтыра бересіздер ғой. Май дейтін енді ағып тұр енді. Машалла. Жалпы түсінікті ғой міне, жігіттер. Міне, қалай кесілетін балықтың әп-әдемі. Майы бәрі енді мощный болып тұр ғой. Так, ендігі жерін. Былайнан ұзына бойы кесемін, ұзына бойы. Солай ұздайтын, солай коптить ететін боламыз. Так, жігіттер, мен жылқы сойып атқан мен теңім ғой. Жылқы сойып атқан сияқты мұ қаршаш. Мынаны құдайым ау, нешелі дейді мына, нешелі дейді мына. Ой, мына біздің Атыраудың кәдімгі семіз жайындар ғой. Қараш, қараш. Бақ. Масқара ғой, масқара. Ой, бай. Біздің Атыраудың Ақжайықтың балықтары ал. Масқара ғой мынау десеміз. Ойпмай. Май отырған. Масқара кәдімгі. Семіз болғанда кәдімгі. Көрініп тұр ғой да. Осылай. Так, енді бұны жілік-жілікке бөлеміз. Сосын ары қарай тұздаймыз.
жалпы мынау балықтың семіздігі мынау сол 35 килограмм жайын міне көрің. Май. Так, енді осыны жілік-жілікке тураймыз қазір. Аккуратно кесіп алмай. Міне болды жігіттер. Мынандай. Міне болды жігіттер. Қалай? Темада Атыраудың жайындары ғой. Бұны кейбір жерде кальпок дейді. Жақсылап тұрып жуамыз, жақсылап кәдімгі. Қандарын кетіріп кәдімгі. Дұрыстап тұрып жуасыздар, ең турап болғаннан кейін. Қандары қалмау керек қой. Егер қандары қалатын болса, онда дұрыс коптить етілмейді, өйткені қандары қап-қара болып кетеді. Мына каждый жілікке напормен тығып кәдімгі суды. Міне көрдіңіздер ме, қаны қалай? Дұрыстап жуу керек, тек дұрыстап. Идеальный ғой. Мрамор ет ғой. Ал, құрметті оқырмандар, қазір біз сіздермен бірге жайын балығын 35 килолық жайынды қазір осы жерде бөлшектеп тастадық. Бұл жаңағы стауға дайын тұр қазір. Тек қана тұздай бересіздер, сосын ары қарай уже коптильге кететін болады. Сіздермен бірге біз не алдық бұл жайыннан? Мынау сүбесі. Сүбесі. Мынау балық. Жаңағы дастарханға, столға қоясыздар. Мынау да сол балық. Мынау да балық. Мынау да сол балық. Так, бұл түсінікті. Одан бөлек стейк керемет жаңа кесілген. Әдемі. Одан бөлек міне қанаты әбден дұрыстап жуып, ары қарай жаңағы тұздаймыз. Мынау жаңа өздеріңіз көргендей құйрығы. Бұны стейк қылып кесіп тастауға да болады еді, бірақ мен осылай жаңағы коптить еткенде дұрыс көрдім. Енді бұл пәленше сағат жаңағы тұздалады, артынан кептіріледі, артынан жаңағы коптилкаға салынатын болады. Мынау қазір сіздермен бірге бөлшектеген 35 килолық жайын. Енді достар, кімде-кім коптить етіп, ыстап, үйренгісі келетін болса, мен де осыған арнайы курс дайындап қойдым. Хабарласыңыздар. Курс ақылы. Телефон нөмірін бәрін қалдырам. Үйренем, стап үйренем балықты. Бұл тек қана жайын емес, басқа да балықтарды үйретем. Сол себепті кімде-кім үйренгісі келетін болса, бұл бизнесті жалпы бастағысы келетін болса, онда мен үйретемін. Сізге үйретуге мен дайынмын. Тек қана хабарласыңыздар. Менде арнайы дайындап қойған осыған видео роликтер бар. Қай балықты қалай кесу керек, қалай тұздау керек, қалай коптить ету керек. Ол үшін көп ақшаның қажет етпейді. Тек қана үйреніп алсаңыздар болады. Сол себепті хабарласыңыздар. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қармақтарыңыз қанды, қанжығаларыңыз майлана берсін.